Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен балық қорудың ерекше әдісін ұсынғым келіп отыр. Дәл осы әдісті жасағаннан кейін үнемі осылай жасайтын боласыздар. Мен өзім қонаққа барғанда бір рет жеп, дәміне ғашық болып, бірден рецептісін сұрап алған болатынмын. Сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер. Ең бірінші балықты дәл осылай жуып, тазалап, аршып, басын алып тастайсыздар да, осылай үстін тілімдеп шығасыздар. Үстінен тұз себіп, дәмі кіргенше жарты сағат, бір сағатқа қалдырып қоясыздар. Сол кезде тұзы сіңіп, өте дәмді болып шығады. Мендегі балық сазан, өте керемет болып шығады. Біз сазан балығын өте жақсы көреміз. Мен дәл осылай барлық балықты тілімдеп, тұздап, жарты сағатқа қалдырып қоямыз. Енді бұл балықтың бір ерекшелігі соусында. Сол себепті соусын бірге жасап үйренейік. Бізге қажетті соусына қажетті бірінші укроп қажет болады. Укропты өте ұсақ етіп турап дайындап аламыз. Содан соң бізге томатный сок қажет болады. Дүкендерде осылай томатный сок сатылады. Соны қолдансаңыздар да болады. Дәл осылай томатный сокты құямыз. Жақсылап араластырып жіберіңіздер. Қою болу керек. Енді үстінен 1-2 тіше сарымсақты осылай үкіштен өткізіп салып жібересіздер де, жақсылап араластырып, бұны да қойып қоямыз. Сарымсақтың дәмі шығып, сіңіп, әдемі болып тұрады. Міне, өте дәмді болып шығады. Дәл осы соуспен жасап көріңіздер. Енді балықты әдеттегідей қызып тұрған майға 2 бетін қызартып қуырып аламыз. Балық қытырлақ әдемі болып шығу үшін біздің майымыз өте қатты қызып тұру керек. Сол кезде балық қытырлақ әдемі болып шығады. Егер майыңыз жақсы қызбаса, балықтарыңыз былбырап, дұрыс піспей қалатын болады. Сол себепті 2 бетін жақсылап, қып-қызыл болғанша қуырамыз. Келесі бетіне аударып, дәл осылайша барлық балықтарды қуырып аласыздар. Барлық балықты дәл осылай қуырып аласыздар. Ең маңыздысы балықтың ыстық күйінде үстіне соус құюы. Сонысымен балық өте дәмді, ауызға салса еритін, күшті болып шығады. Дәл осылай ыстық күйінде соусынан молынан құйып, 2 бетіне де құйып, бетін пакетпен жауып қойсаңыздар, шырыны өз балыққа сіңіп, өте дәмді болып шығады. Дәл осылай ыстық күйінде соусын құйып, бетін пакетпен жауып қоямыз. Келесі балықты дәл солай қуырамыз. Дәл солай ыстық күйінде қуырып, бетін осылай пакетпен жауып отырасыздар. Келесі балық келгенше уже дәмі сіңіп, керемет болып шығады. Барлық балықты дәл осылай қуырып аласыздар. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Каналымда өте көптеген қарапайым әрі дәмді рецептерді таба аласыздар. Парақшаны жоғалтып алмас үшін қоңырау белгісін басып қойыңыз. Барлығын дәл осылай ыстық күйінше құйып, қонақтарыңызға ұсына бересіздер. Дәл осы рецептпен бір рет жасасаңыздар, шынымен де расымен де ғашық боласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіз. Қонақтарға ерекше әдемі болу үшін осылай әсемдік ретінде қияр, қызанақ, пияздарды осылай әсемдеп ұсынсаңыздар болады. Міне біздің балығымыз дайын. Баршаңызға ас болсын. Дәл осылай балықты жасап, қонақтарыңызды қуантсаңыздар болады. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған ләззат.